Сәлем достар, бүгін сіздерге таңғы асқа жеңіл гринки тағамын жасауды көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ингредиенттері туралған нан, жұмыртқа, сарымсақ және дәмдеуіштер қажет. Жұмыртқа санын өзіңіздің жаңа туралған наныңызға қарай қосасыз. Бірінші жұмыртқаларымызды жарып алып, және сарымсақты үккіштен өткіземіз. Және көлеміне қарай дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Тұз және бұрыш. Барлығын жақсылап араластырамыз венчикпен. Отымызды орташа деңгейде, табан астын жағып, орташа деңгейде қоямыз. Өздеріңізге ыңғайлы зәйтүн майы немесе күнбағыс майына піс қуырып алсаңыздар болады. Екі-үш минут қуырғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Өте дәмді гринки тағамы дайын болды.